Астана қаласындағы Қазақ креатив хаб алаңында өткен Алтын Орданың мұрасы атты креативті жәрмеңкеге 2 күн ішінде 6000-ға жуық тұрғын мен қала қонағы барды. Ұлытау облысының шығармашылық әлеуетін танытқан жәрмеңке республикалық креатив аймақ жобасы аясында ұйымдастырылды. Келушілер өңір шеберлерінің авторлық зергерлік бұйымдарын, ұлттық қолөнер туындыларын, этно-фашн бағытындағы киім үлгілерін, былғары мен киізден жасалған бұйымдарды тамашалады. Сонымен қатар көрмеде сәндік қолданба өнері, кескіндеме жұмыстары, кәдесый өнімдері және дәстүрлі құрақ көрпе техникасымен дайындалған тоқыма бұйымдар ұсынылды. Қонақтар тек танысып қана қоймай, өздеріне ұнаған шығармашылық өнімдерді сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Жәрмеңке барысында ұлттық өнерді насихаттауға бағытталған шеберлік сабақтары да ұйымдастырылып, Ұлытау өңірінің мәдени мұрасы заманауи креативті бағыт арқылы көпшілікке таныстырылды. Өскемен қаласында Қазақстан Республикасы Президенті телерадио кешенінің 30 жылдығына арналған Хроникадан болашаққа республикалық кинолектория ұйымдастырылды. Ағартушылық жоба аясында көрермендерге отандық деректі фильмдер ұсынылды. Кинолекторияның мақсаты ел тарихы мен қазіргі Қазақстанның дамуын деректі кино арқылы таныту, маңызды оқиғалар мен тағдырлы сәттерді көпшілікке жеткізу. Жоба барысында көрсетілген фильмдерде қоғамға әсер еткен оқиғалар, туған жерге деген сүйіспеншілік, азаматтық жауапкершілік және қоршаған ортаны қорғау тақырыптары қозғалды. Көрермендер деректі туындыларды тамашалап, олардың авторларымен және сала мамандарымен пікір алмасты. Хроникадан болашаққа кинолектория еліміздің бірқатар өңірлерінде өтіп, отандық деректі кино насихаттауға және тарихи маңызы бар оқиғаларды жаңа қырынан көрсетуге бағытталған. Қазақстандық әнші Ерназар Жұбан Беларусьтің Витебск қаласында өткен Славян базары халықаралық эстрадалық ән орындаушылар байқауында бірінші орынға ие болды. Өнерпаз байқауда Қазақстанның атынан өнер көрсетіп, қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Финалдық кезеңде Ерназар Жұбан «Подберу музыку» әнін орындап, 70 ұпайдың 69-ын жинаған. Байқаудың қорытындысы бойынша бас жүлде Молдова өкілі Каролина Баланға бұйырса, екінші орын Италия мен Ресей әншілері бөлісті. Ал үшінші орын Болгария және Беларусь өнерпаздарына берілді. Ерназар Жұбан жеңісін Қазақстанға арнап, шетелдік сахнада ел намысын қорғау үлкен жауапкершілік екенін атап өткен. Айта кетейік, Славян базары жас орындаушылар бас қосатын халықаралық музыкалық байқаулардың бірі. Маңғыстау өңірінде бірегей жартас мешіттерін ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Карин мәлімдеді. Мәдени мұра нысандарының қатарында Бекет ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Шопан ата және Сұлтан Өпе мешіттері бар. Бұл тарихи орындар Маңғыстау түбегінің рухани және сәулеттік ерекшелігін көрсететін құнды ескерткіштерден саналады. ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енген Маңғыстау түбегінің жартас мешіттері нысаны аймақтағы көне діни орындарды қамтиды. Сарапшылар бұл мешіттердің табиғи жартасты пайдаланып, олардың тарихи мәдени маңызы жоғары екенін атап өтеді. Қазақстан бүгінде ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне алтын нысанымен ұсынылған. Маңғыстаудың жартас мешіттері де осы тізімге енуге үміткер мәдени мұралардың бірі болып отыр.